Сәлеметсіздер ме тыңдармандар? Жанар Әбдішеваның «Өмір сүрсем кеш емес» шығармасы. Фая осы бір тәпелтек келген иықты солдатты көргенде қадалып қарап қалғанын өзі де байқамай қалды. Әсіресе оның пилоткасының астынан шығып тұрған қайратты қара шашы таң қалдырды. Сипаса қол батпас деп ойлады. Өз ойынан өзі ұялып, беті ду ете түсті. Әрине, аққұба қыздың алаулаған жүзі солдаттың жылт ете қалатын өткір, қысық көзің назарынан тыс қалған жоқ. Әсіресе діншіл әжесінің орыс жерінде отырмыз, егер баяғыда әке-шешем ауқатты болып, советтің көзіне түспесе, туған жерден кетпес едік. Алла тағаланың алдында күпірлік жасамаймын. Жердің жаманы жоқ қой, жаманымыз аман қалды. Соғанда шүкіршілік. Ендігі арманым татар болмаса да мұсылман баласына жолықсаң екен. Көкірегінде иманы, аузында алласы бар адам қадіріңе жетер, қорламас деп ойлаймын. Мені сыйласаң, орысқа шықпа, доңыздың етін жеп күнәһар боласың. Оларды тек орыс әйелдері ғана бағындырып ұстай алады. Сосын көбі ішіп кетеді. Ие бола алмай қаласың, өмірің өксиді деген сөздері есіне түсті. Сонымен қойшы. Бекболат пен Фая солдаттық қызмет біткенде қол ұстасып өмір жолына бірге қанат қақты. Өздері орналасып алып, Фаяның әжесін көшіріп әкелеміз деп жүргенде, ол кісі аяқ астан ауырмай сырқамай, бақилыққа аттанып кете берді. Соңғы демі бітуге сәл қалғанда, Бекболаттың қолын қағаздай аппақ, саудыраған құр сүйек саусақтарымен қаусыра ұстап, бүкіл бір әулеттен қалған жалғыз қызды саған тапсырып отырмын. Оны бір ер азаматтың қадір қасиетіне жететіндей қылып, жақсы тәрбиеледім. Қолы да шебер, жұмыстан да қашпайды, жақсы жар бола алады. Оның әкесі Иран елінен білім алған, әруақты, әрі атақты Ишан, өте ауқатты адамның баласы. Бүкіл бір өкімет бір әулеттің артына түскен соң не қалады адамнан? Қолыңа қондырған құсыңды сыйлап, қадірлеп ұстасаң, әулеттің байлығы, бағы бастарыңа қонады. Сен еркек болған соң, сол үйдің басысың, басты байлығысың. Сондықтан ықыласыңды, күш-қуатыңды, ниетіңді бала-шағаңа, жарыңа арнағайсың, таза жүргейсің. Сонда Фая басыңа қонған бақыт құсың болады, деп кейуана сылқ ете түсті. Енесінің жартысы қазақша, жартысын татарша сыбырлап айтқан соңғы сөзінен түйгені, Фая енді жалғыз. Жұмыр жердің бетінде өзінен басқа жанашыры жоқ. Бұрын ыңыраған бай тұқымы болса да, қазір ештемесі жоқ. Содан қалған жалғыз байлығы Фая. Екеуі шамалары келгенше әжелерін арулап жөнелтті. Фая көтере алатын заттарын буып-түйіп жолға жиналды. Бекболат жаспен шалынып, жалп-жалп етіп тұрған келіншегінің ұзын кірпіктері жапқан, қан сөлсіз аппақ бетіндегі алақандай қара көзінің жасын сүртіп, иығынан құшақтады. Бұл өзінше жұбатқаны, әрі енді қасыңда мен барбын дегені. Туған жерге келген соң екеуі ұя салған торғайлар құсап, жан таласып жүріп, 4 бөлмелі үй тұрғызып алды. Бірінен кейін бірі дүниеге келген Бекболаттан айнымайтын Рүстем, Дастан деген екі ұлды. Айдың сынығындай аппақ, алақандай қара көзді Гүлшат деген қызды болды. Бекболат көк мәшинесін салдыр-гүлдір еткізіп, қақпаның алдына тоқтағанда, Фаяның да дастарханы жайылып, тамақтың буы бұрқырап, пісіп, тап-таза болып киінген балалары қаздай тізіліп, әкелерін күтіп отыратын. Ал Фая болса халатын шешіп, таза көйлегін киіп, сап-сары алтындай шашын төбесіне түйіп, бір қадірлі қонағын қарсы алғандай күйеуін күтетін. Әжесінің миына сіңірген тәрбиесі бойынша Фая үшін күйеу деген тәңірден кейінгі иесі. Әйел оның қабырғасынан жаралған соң, басы жерге жеткенше иіліп, қызмет етуі керек. Себебі ол балаларының Алладан кейінгі жаратушысы, қорғап қоршап жүретін жебеушісі, асыраушысы. Сондықтан ол үйіне келгенде бәрі оған жайлы болуы керек.
Жаны жай тауып демалуы керек. Балаларын бағу үшін, шаршамай жұмыс істеу үшін үй оған жұмақтан кем болмауы керек. Төмен етекті соған жағдай жасау керек. Міне, Фаяның өмірден ұстаған өнегесі, әжесінің тәрбиесі осындай болатын. Иә, өмір осылай жарасып өте беретіндей, ештеме өзгермейтіндей көрінген. Енді Бекболат айдайтын көк мәшине түннің бір уағында үйге келіп тоқтайтын болды. Балалар әкелерін күте-күте, қыл жиып, әр жерде ұйықтап қалатын. Фая болса, жұмыс бабы осылай болған шығар деп, пыр-пыр етіп, Бекболаттың аузына тамағын тосса, ол шаршадым деп, ауыз тиер тиместен қор етіп, ұйықтап қалатынды шығарды. Бұрын жұмыстан келе сала, бұлшық етін болт-болт еткізіп, Фаяға су құйғызып жуынатын. Бекболат ештемеге шамасы келмей, төсекке сол күйімен қисая кететінді шығарды. Сол теріс қарап жатқан күйі қозғалмай, сілесі қатқан күйі тұяқ серпітпей ұйықтап, таңсыз бере орнынан тұрып кетеді. Фая оны ту сыртынан құшақтап жатып, қасында жатқан күйеуін сағынатын болды. Кейде иығынан сипалап, желкесіне ыстық демін тигізсе, Бекболат «Жабыспашы, шаршап жатырмын» деп барқ ете түсетінді шығарды. Ондай түндері Фая жұмыс істеймін деп зорығып денсаулықтан айырылмаса болды ғой. «О Алла, бас иемізге саулық қуат бере көр» деп оның тілеуін тілеп, көңілін уайым жайлап, төбеге баг жиып қараған күйі таңын атыратын жағдайға тап болды. Үйдегі жұмыста шұбалаңдап бітпейтін болды. Балаларында бұрынғыдай еркелете алмайтын болды. Сәл нәрсеге шырт ете түсіп, оларды дауыс көтеріп ұрып, кейде тіпті қолы да тиіп кететін болды. Себебі оның ойын Бекболатқа не болды деген сұрақ жайлап алған болатын. Бір күні Бекболаттың киімін тазалап жатып, жабысып қалған 2-3 тал қап-қара ұзын шашты байқап қалды. Өзінің шашы болса алтындай сапсары, қызыныкі бұйра қоңыр. Бұл бөтен әйелдің шашы. Жүрек түсі сығымдап жібергендей болып қысылды. Есі ауып қалғандай, сол 2-3 тал шашты алып, сиқырланып қалғандай қарай берді. Тамақта жасалмады, үйде жиналмады. Балалары болса, шешесіне қарай-қарай әр жерде жатып ұйықтап қалды. Түннің бір уағында Бекболат келді. «Қайда жүрсіз?» деді Фая көзіне жас толып. Ол Бекболатқа «сіз» деп сөйлейтін еді. «Ойнап жүрмін» деп барқ ете түсіп боқтық сөзбен жауап берді. Фаяның қолындағы киімін көріп, баг жиып қарап қалды. «Мынау кімнің шашы? Үстіңізге жабысып қалыпты» деген Фаяның сұрағынан кейін ол мүлдем құтырды. «Сен мен тексерушімсің бе? Мен қайдан білейін кімнің шашы екенін? Шаршап келгенде маза бересің бе жоқ па?» деген сөздердің арты ботадай боздап отырған Фаяға қол жұмсаумен аяқталды. Бұдан кейін ол үйге 2 күндей келмей қойды. «Алысқа командировкаға жіберген жоқ па? Киімін де дайындап бермедім. Жетім бала құсап үстіне жөнді киімде кимей кетті. Жанын шүберекке түйіп, жол жүріп жүрген адамға маза бермедім. Ашуланып кеткен адам жолда бір пәлеге ұшыраса қайтемін? Әжем тірі болса, менің бұл қылығымды жақтырмас еді» деп жеті шелпек пісіріп, Құран оқытып, бақилық болған ата-анасының, әжесінің аруақтарынан желеп жебей көріңіздер деп көмек сұрап, «Алла тағала бас иемнің амандығын бере көр» деп тілек тіледі. Көңілі сонда да орнықпай, алабұртып, байыз тауып отыра алмай, оның істеп жүрген жұмыс орнына барып, қайда кеткенін білейін деп сыртқа беттей бергені сол еді. Алқын-жұлқын болып, үлкен ойлы Рүстем жүгіріп келді. «Апа, әкемнің машинесін көрдім» деді. Фая «Қайдан?» деп еді. «Бір үйдің ауласында тұр» деді. «Көрсет маған» деп ұлын детектетіп алдына салып келсе, көк машине тұр. Көзіне оттай басылды. Кішкене бәкене үйдің сыртқы есігі ашық. Фая ішке кірді. Қоржын тамның оң жақтағы бөлмесінен бір ыбыр-сыбыр дыбыс шығады. Ақырын ашса, Бекболаты анадан жаңа туғандай сыр жалаңаш, төсекте бір әйелмен айқасып жатыр. «Ах!» деп Фая шыңғырып жіберді.
Қол аяғы суып, кейін шегіне беріп, әлденеге шалынысып отырып қалды. Төсектен жұлқына тұрған әйел, «Кім бұл? Үйіме неге рұқсатсыз кіреді?» деп зілдене қарап, халатын иығына ілді. Бекболат төсектен атып тұрып, Фаяға жүгірді. Келе сала теуіп жіберді. Аузында боқтық. «Неге аңдисың сен мені? Өлтіремін!» деген айғайға сыртта тұрған Рүстем кіріп, шешесіне ара түсті. Бекболат ұлын көріп, кейін шегініп киіне бастады. Фая орнынан тұрды. Түсіп қалған орамалын басына салды. Онсыз да үлкен қара көздері алақтап, ес-түс жоқ, мына сатқындықты көріп, жынданып кеткендей, бүкіл денесі қалтырап тұр. Үйіне қарай жан ұшырып келеді. Ұшып келе ме, жоқ жүгіріп келе ме, өзіне де белгісіз. Артында баласы ілесе алмай келеді. Елін, жерін қиып, мыңдаған шақырым жолды артқа тастап, өмірін, тағдырын табыстап, сеніп келген жар не істеді? Енді қайда барады? Артынан ерген балаларын қайтып бағады. Олар енді тірі жетім бола ма? Қалай өмір сүреді? Қайтып жер басып жүреді. Қайтып оның бетіне қарайды. Сол көрініс, сол төсек көз алдынан кете ме? Оны ұмыта ала ма? Енді өмір сүруінде қандай мән бар? Келіншек болып түскелі, әр кірпішін аялап қаласқан, өзіне кең сарайдай көрінетін үйін көріп, іші оттай жанып, күйіп, дауыс салып жылап жіберді. Үйдің ішін бір аралап сыртқа шығып, саты ағашпен төбеге көтерілді. Шатырдың астындағы ілулі тұрған арқаннан тұзақ жасады. Көлденең ағашқа ілді. Басын тағайын деп жатқанда, апалап, шырылдап жылап, саты ағашпен көтеріліп келе жатқан ұлын көрді. Қолын сермеп, «Кет» деді. Кетпегеніне көзі жеткен соң, саты ағаштың сорайып тұрған басын итеріп жіберді. Шыңғыра құлаған бала да жерге сарт ете түскен. Саты ағашқа да қарамай, қылша мойнына тұзақты салды. Аяғының астындағы жәшікті теуіп жіберді. Көз алды қызылды жасылды болып, келіншек ғұмыры бір сәтте көз алдынан бұлбұл ұшып, дүние шіркін шыр айналып жүре берді. Бекболат ойнасын тыныштандырып, қан түленіп үйіне келе жатыр. Ашудан шық-шық етіп, бұлт-бұлт етіп, жұдырығы өзінен өзі түйіледі. Анау керек, мынау керек деп шүлдірлеп, маза бермейтін қымызар қатынын сілейтіп, сабамақшы болып, тісін шықырлатып, терісіне симай келеді. Үйдің күйбең тіршілігінен бір адым ұзап, есік алдына шықпайтын оның бүгін өзін іздеп барып, үстінен түскеніне жыны қайнап келеді. Бөбіштің, ойнасының, Фаядан қорыққаннан жүрегі қозғалып, кеудесіне басын қойып, жабысып, балаша солқылдап, ұзақ жылағаны есіне түсіп, қабырғасы қайысып келеді. Есіктің алдына мәшинесін дүр еткізіп тоқтата салып, кіріп келсе, сатағаштың астында басы жарылып, ұлы ес-түссіз жатыр. Оған төніп, кішкентай 2 жасар Дастан мен 5 жасар Гүлшат жүрелеп отыр. Есі кіріп қалған қызы Гүлшат үйдің төбесін көрсетіп, шатырды нұсқап шыр-шыр етеді. Бекболат баланы көтеріп, төсекке жатқызып, сатағашты тіктеп төбеге шықты. Фая сүмбідей болып асылып тұр. Есі шыққан Бекболат ілулі тұрған орақпен жіпті қиып жіберді де, әлі жып-жылы денені құшақтай алды. Құшағындағы Фая Бекболатқа үх деген сияқты болып, қолынан сусып жерге сылқ ете түсті. Ол «Ұстама мені» деп жиіркеніп жатқан сияқты көрінді. Сары алтындай қалың шашы жайылып кетіпті. Қияқтай қарағасы жаңа туған айдай болып қиылып, түйіліңкіреп қалыпты. Сопақ аппақ жүзінде айғыз-айғыз жастың ізі. Бекболаттың туған туысқандары жиылып келіп, Фаяны жерледі. Рүстем ауруханаға түсті. Жерлеу рәсімінде жоқтау жылау болмады. Бірақ осы кезде өз-өзіне қол салатын аурудың көбейіп кеткені жайлы әңгіме көп айтылды. Фаяның қырқы өтісімен ақ Бекболат бөбішті бір баласымен ың-шыңсыз мүлдем ештеме болмағандай үйіне кіргізіп алды. Одан кейін де 2-3 жылдай уақыт өтіп кетті.
Рүстемнің миы шайқалғаннан ба ашушаң болып қалды. Ол үйге қонғысы келмей, әр жерге түнейтінді шығарды. Бекболат басында ер жетіп қалған ұлдың есінің кіреслі шығасылы болып, көлеңкедей ербиіп жүргеніне уайымдаушы еді. Артынан еті үйреніп, қолын бір сілтейтін болды. Тек күзде, көктемде жаны ауыратындарды емдейтін ауруханаға жатқызуды ұмытпайтын. Әкесі үйде болғанда Рүстем оның көзіне түспеуге тырысатын. Бұны Бекболат та байқады. Мүлдем естен айырылған деп айтуға болмайтын. Ұлының бұл қылығын шешесінің өліміне мені кінәлі деп сезетіннен шығар деп ойлайды. Бірақ бұл туралы екеуі де бір-біріне тіс жарып айтып көрмепті. Кейінгі кезде Бекболаттың түсінен Фая шықпайтын болды. Ол қанша ерең еткісі келгенмен қажи бастады. Арақ ішіп, басқысы келеді. Көңіл қобалжуын. Бәрібір болмайды. Бір күні жұмыстас шопырларымен ішіп отырып, Фая туралы сөз болды. Көбі, қайтыс болған әйелің өте сұлу, сүйкімді адам еді. Мына дүрдігерін, шойқараны қайдан тауып алғансың? Аппақ әйелден кейін қап-қара әйелмен тұру біртүрлі шығар. Біз бұрынғы әйеліңнен іштей қызғанушы едік. Өзің тегі кейінгіні тез таба қойдың. Бұрыннан білуші ме едің? Дегендей, жанды жаралайтындай ащы әзілмен қабаттасқан сөздер көп айтылды. Бекболат, не айтып отырсың деп қоқиланайын деп еді. Арақтың қызуының әсері ме, оның оң жағында ақ көйлегі көлбеңдеп Фая отырғандай бола берді. Жалтаң-жалтаң оң жаққа қарай берген Бекболат жарты стақан арақты сіміріп, ендеше сол Фая түсінен шықпайтын болды. Ылғи шақырады. Қайтып құтылатынымды білмеймін, деді. Оның бұл сөзіне қасындағылар жамырай күлді. Өзің де ұмыта алмай жүр екенсің ғой, деп. Сонымен ол тәлтіректеп үйіне келді. Бүбіш от жақпапты. Оның мас болып келгенін көріп, дүрдік еріндері одан әрі көнтие түсіп, қабағынан қар жауып, киімдерін жинап, баласын жетектеп, үн-түнсіз кетіп қалды. Фаядан бір ерекшелігі, бұл сөйлемейді. Осылай кетіп қалады. 2-3 күн өткен соң Бекболат неменеге кінәлі екенін білмесе де кешірім сұрап, баяғыдағы махаббат қайығы болған көк мәшинеге салып алып келеді. Осыған өздері қалыптасып алды. Үйде Рүстем де жоқ екен. Қаңтардың қақаған аязында қай жерде қаңғырып жүргені белгісіз. Дастан мен Гүлшат ескі құсқыны жамылып, бұрышта бүрсейіп отыр. Фая өлгелі бұл үйдегі іске тартыр, өңі түзу заттар жоғалып кетті. Осындай ескі құсқы заттар қалды. Мас әкеден, түнерген өгей шешеден қорқып, үндерін шығармай қап-қара моншақтай көздері жылтырап, құшақтасып отырған екеуі жабайы аңдардың күшіктеріндей бір-біріне ұлғиса тығылып, жағдайды үнсіз бағады. Үйдің сұрықсыз түрін көріп, Бекболаттың көңілі босады. Бағанағы шопырлар айтқанынан ба, қағаздай аппақ Фая, тап-таза жып-жылы үй, тойған қозыдай томпиған балалары есіне түсіп, іші қанжылағандай, күйінгендей болып, әлде бір асылынан айырылғанын анық түсініп, беті тыржиып көзіне жас келді. От жанбай, түтіндеп көп күйбеңдеді. Ақыры тұтанғандай болды. Бір шәугім қара шайды қайнатып, ескі құсқы шоқпыт-шоқпыт илектелген көрпелердің астында бүрісіп отырған балаларын тұрғызып, тамақтандырғансынды. Үйде тіске басар ештеме жоқ екен. Бекболат өзі бас болып ішетін жейтінді қарамаса, Бүбіш ештеме түгендемейді де, айтпайды да. Қанша жыл бірге тұрса да, осы үйдің әйелі емес, қонағы сияқты. Баяғыда Фаядан жасырынып барып жүргенде де Бекболаттың әкелгенін ғана жайнатып, дастарханын толтырып қоятын. Ал ештеме әкелмесе, осы үшін келдің ғой, дегендей төсегін жайып қоятын. Міне, Бүбіш сол қалпынан әлі тайған жоқ. Мына үйге неге қарамайсың? Екеуміздің үй болғанымызға бірнеше жыл болды. Тапқан табысымды қолыңа келіп беріп жатырмын ғой. Бүтін бір төсеніш, шеті бүтін бір ыдыс қалмады ғой. Не ойың бар? Деп айтайын деп түйіле бергенде, ол ізім қайым жоқ болып кетеді. Тура, қу түлкі сияқты, деген ой келді Бекболаттың басына. Өзінің үйінде сатпай қойды.
оралмандарға жалға беріп қойды. Бүбіштің таң қалдыратын бір қылығы, бұл қанша кешіксе де бірге тұрған уақыттарында «Қайда жүрсің? Неге кешіктің?» деп бір рет сұрамапты. Бұл осылай кешіксе, Бүбіште бұны күтпей ұлын алып кетіп қалады. Қайда баратынын бір өзі біледі. Ол келген соң, «Қайда жүрсің?» деп бұл сұраса, «Үй жаққа барып келдім» дейді жайбарақат. Осы ойлармен отырған Бекболаттың ұйқысы да келді. Түн жарымы болды. Рүстем де, Бүбіш те жоқ. Дастан мен Гүлшат ұялас күшіктердей ұйлыға бүрісіп, ескі құсқыны жамылып ұйықтап қалыпты. Бекболат та диванға қисая кетті. Терезеге көзі түсіп еді, ар жағынан Фаяның беті ағараңдағандай болды. Денесі дір ете түскен ол, «Фу, чорт!» деп қолын сермеп қалды. Жүрегі аттай тулап, орнынан ұшып тұрып, терезеге жақындаса, ай сәулесі түсіп тұр екен. Ол бір ілгегі ілініп, бір ілгегі ілінбей қисық қыңыр болып салпылдап тұрған терезе пердені жұлқылап жаба салды. Бір ілгегі тағы да еденге сарт етіп соғылып түсіп қалды. Бекболат оны жерден тауып алып терезенің алдына қойды. Шалт қимылдап еңкейгеннен ба, көзі қарауытып, жүрегі қысылып, денесі дірілдегендей болды. Мастығы тарап кетті. Ол жанталасып киімін шешті. Диванның үстіндегі нан қиқымын қағып жіберіп, іш киіммен ғана шалқасынан жата кетті. Денесі тоңазғандай болған соң, қолдарын кеудесіне айқастырып жатты. Үстіне бір нәрсе жамылайын деп еді, тұруға ерінді. Шыр-пыры шығып, өзін бала құсатып, күтіп, мәпелейтін Фая есіне түсті. «Фу!» деп маса қуғандай қимыл жасап қалды. Қайтадан қолын кеудесіне айқастыра қойып, әрең дегенде ұйықтап кетті. Ертесінде бүкіл ауыл шуылдап Бекболаттың ауласына жиналды. Пештен шыққан ыстан бір үйлі жан қырылып қалыпты. Үй иесі Бекболат шалқасынан жатқан күйі, құдды қатты ұйқыда жатқандай, қолдары кеудесінде айқасқан күйінде қатып қалыпты. Кішкентай Дастан құсып, үстіндегі киімін жыртып тастапты. Аузында бұрқыраған көбік. Ал Гүлшат шешесіне ұқсаған айдай аппақ, сүйкімді Гүлшат. Есікке дейін еңбектеп келіп, ол жерде құсып, одан терезе жаққа барып, жақтауын тырналап, жан таласып, сылағын түсіріпті. Шиедей саусақтарының басы, тырнағының көбісі қан. «Шіркін-ай!» деді көргендер. Екі адым жерге есік тұр еді, оның ілгегі салынбаған екен. Терезені itергенше, есікті итерсе ол ашылып ауа кіріп, балалар аман қалар еді, деп ел күңіренді. Бұл қайғылы оқиғадан кейін талай уақыт өтті. Иіс тиіп, көктей солған, қыршыннан қиылған Гүлшат және Дастанмен жасты балалар есейіп, үйленіп балалы шағалы болып кетті. Рүстем әлі жалғыз, сол үйінде тұрып жатыр. Көктемде, күзде емделуге кеткенде көрінбек кеткені болмаса, басқа уақыттың бәрінде сенделіп ары-бері жүрумен күнін өткізеді. Ешкімге зияны жоқ, кездескен адаммен амандасуы түзу. Бірақ оның әлі күнге дейін езу тартып, болмаса күлгенін жан баласы көрген жоқ. Ол үйінің есігін ешқашан жаппайды екен. Әңгіменің соңы. Егер де әңгіме ұнаған болса, арнаға міндетті түрде жазылып кетіңіздер. Қош, сау, сәлематта болыңыздар.